Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Maşallah бұл жан Алланың рахматы дейді, бірақ бізге ұқсаған күнәкөр адамдарға Алланың жазасы болады екен. Алла кешірсін, башқа салбасын туғандар. Алла субхана ва тағала мерейімді райымды жаттайды. Бұл жалған дүйне екен да, сынау дүйне. Онтип шамал алып кетті үй үсті. Үй үсті талқалап кетті шамал. Жанында бара тұрған жеріміз жоқ, жашай тұрған жеріміз жоқ. Мындай крышаның үстінде жылтырақпен жамылып болғанбыз. Сол бойлы алып кетті. Үйге жашағанға мүмкін болбай қалды. Үй үстінің ішін көріңіздер. Алланың райымы болсын, Алланың мейірімі болсын. Мына қараңыздар. Жашағанға мүмкін болбай қалды. Үй үсті потологы түшіп қалған тияғы. Жамғыр жауып атады үйдің ішіне. Оқат кечебіз, продуктыбыз бүт су болып қалды. Жашағанға мүмкін болбай қалды. Қырғыз елі бір мүмкін болса, Алланың рахматы болсын сіздерге. Жақсынақай үйде жашап атқандар шүкір қылыңыздар. Bizde ошондой Алланын каалоосу экен, ушундай болуп атат, машалла. Алла ошо мүмкүн болсо садыр жапарып, камчыбек ташыйып, видеону көрсөңүздөр, кичине жардам берип коюңуздар. Алла райым болсун, Алла кыямат күнү жүгүштү жеңил кылсын, машалла.